Бисмиллахи-рахмани-рахим. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, өзіңіз президент болғаннан бастап жаңа әдетті Қазақстан орнатуды алдыңызға мақсат етіп, ғалымдардан Әл-Фараби Абай ілімдерін рухани тұрғыдан игеруді талап еткен болатынсыз. Ғалымдар рухани тұрғыдан игере алмады. Кезінде Ахмет Байтұрсынов айтқан, Абай қазақ елінің бас ақыны деген материалистік көзқарастан әрі аса алмады. Жаңа әділетті Қазақстанға лайық халық күткен билікте өзгерістің болмауы ғалымдардың Әл-Фараби мен Абай ілімдерін рухани, яғни ғылыми тұрғыдан жалғастыра алмауында болып отыр. Алдыңызға қойған мақсатыңызда президенттік билік арқылы атқарып жатқан жайыңыз бар. Масондық биліктің мұрагері болып танылатын президенттік билік арқылы жер бетіндегі билік әділеттілік орнату, оны өзгерту мүмкін емес. Жер бетіндегі билік әділеттілік орнату, оны өзгерту қазақ еліндегі ислам ғұламасы Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыру. Әлем жұртшылығы жер бетіндегі билікке жоғарыдан болатын осы бір өзгерісті қазақ елінен, қазақ жерден күтуде. Нақыл сүресінде тура жолды түсіндіру Аллаға тән. Алла қаласа барлығында тура жолға салады деген. Құранда Мұхаммед алейхиссалам, біз саған Құран оқытамыз, сонда ұмытпайсың, бірақ Алланың қалауы басқа деген. Алла тағаланың барлық пендесінің қалауы Алланың бірлігіне иман келтіру, дүние тіршілігіндегі адам өмірін жақсылықтан бастау. Нақылия сөздің мағынасы адамға сырттан, жоғарыдан келетін байланыс. Нақыл сүресінде Алла тағала періштелерді өз әмірімен және қалаған адам арқылы өз уақиымен, рас менен басқа тәңір жоқ, әрі менен қорқыңдар деп ескертіңдер делінген түрде періштелердің жерге түсетіндігі және өз әмірін жеткізуші адамның жіберетіндігі айтылған. Менің сізге айтайын деп отырғаным, Алланың хикметі мен үкімінен тұратын әмірін қазақ елінен әлем ғалымдары мен дін иелеріне ғылыми тұрғыдан жеткізу болып отыр. Кезінде мәшһүр Жүсіп Көпейұлына Алланың барлығына қандай дәлелің бар деген сұраққа екі дәлелім бар. Бірі нақыл, екіншісі ақыл деген екен. Нақыл Құран сөзіндегі Ықылас сүресінен тұрады. Ықылас сүресінен тұрады. Алла тағала Құранды жерге шындықпен түсірген. Сол шындыққа көз жеткізу Ықылас сүресінен тұрады. О баста күллі әлемнің жаратушысын тану, Алла сөздің ақиқатын бекіту, ақылға тұрақтаған. Яғни Алланың бірлігіне иман келтіру. Ықылас сүресінен қазақ тілінің танымында Алланың бірлік сипатын тану, ондағы аты заңнан тұратын Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашу. Менің сізге айтайын деп отырғаным, Алла тағаланың өз әмірімен Әл-Мисақ уәдесіндегі өзі куәлік етіп бекіткен ата заңның жерден өз ризалығымен бекіттім. Және ата заңнан тұратын Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын аштым. Енді осы Құдай танулық ғылымның ашылуын, ондағы аты заңын әлем ғалымдары мен дін иелеріне мойындатып қабылдату үшін Әл-Фараби мен Абай ілімдерін талқылайтын, жалғастыратын әлем ғалымдары мен дін иелерінің ғылыми отырысы қажет. Сондықтан маған сіздің көмегіңіз керек. Қазір жер бетіндегі билікке әділеттілік пен тұрақтылық орнату үшін әлем ғалымдары мен дін иелерінің ғылыми отырысын ұйымдастыратын, оларды ғылыми тұрғыдан бейбіт келісімге шақыратын, қолыңызда толық мүмкіндігіңіз бар. Алматы қаласында Әл-Фараби мен ілімдерін зерттейтін Абай ғылыми орталығы бар. Онда жұмыс істейтін ғалымдарың мен философтарыңыз бар. Оларға осы зиқыбарды талқыласын. Олармен пікірлесейік, келісімге келейік. Әл-Фараби мен Абай ілімдерін талқылайық, жалғастырайық. Жаңа әдетті Қазақстанға лайық дүние тіршілігіндегі адам өмірін жақсылықтан, яғни қоғамды ізгіліктен бастап, әлем тыныштығын сақтап, жарқын болашақта өмір сүрейік. Осы ізгі хабарды қазақ елінен әлем жұртшылығы естуі тиіс. Өйткені әлем жұртшылығының тағдыры осы ізгі хабармен байланысты. Ақыр заман қазақ елінен Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын бекіту, өз әміріне бойсыну, ата заңға лайық Алланың атымен әлемге билік айту, әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтау, оларды мұратқа жетелеу. Жалпы адам баласын әлем тыныштығын сақтап, адам болудың, адамша өмір сүрудің басқа жолы жоқ. Ақыр заманда қазақ еліне жоғарыдан келген Алланың әмірін жалпы адам баласына деген жаратушы, жарылқаушы Алланың жарылқауы деп қабылдаңыздар. Әмин. Ізгі хабарды жеткізуші Талдықорған қаласының тұрғыны пенсионер
Табысбек Іркешұлы Шенемесов тыңдағандарыңызға көп рахмет.